ел мәдениетінің дамуына елеулі үлес қосып келе жатқан мәдени нысандар баршылық. Ал кино саласы бойынша мекемелер саусақпен санарлық қана. Соның ішінде тарихы өткен ғасырда басталған оңтүстік фильм мекемесі бар. Қазақ киносының негізгі ошағы саналатын Алматыдағы Қазақ фильм киностудиясы екені баршамызға мәлім. Мұнда түсірілген отандық фильмдер мен шетел кинолары еліміздің түкпір-түкпірінде кеңінен таралып, қарапайым халыққа көрсетілген еді. Осы және өзге де қызметті атқарып келе жатқан ұйымның өткеніне көз жүгіртіп, бүгінін саралап, алдағы бағытын білуге талпындық. Облыстық мәдениет басқармасына қарасты оңтүстік фильм коммуналдық мемлекеттік мекемесінің негізі алғаш рет 1965 жылы Шымкент облыстық кинофильмдерді жалға беру конторасы болып қаланған. Шырайлы Шымкент қаласында Ахмет Байтұрсынов көшесінің бойында номері 25 үйде орналасқан болатын. Арнайы салынған ғимаратта түрлі шара өткізілген. Содан бері бірнеше рет қайта ұйымдастырулар жүргізіліп, мекеме атауы облыстық кино бейне орталығы болып өзгереді. Бұл туралы мекеме басшысы болған мәдениет саласының құрметті ардагері Бастарбек Пірімбетов былай деген еді. Енді алғашқы қиындықтар деп нені айтуға болады? Ол кезде өзі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, алғашқы 10 жылда болғанмен енді кино бейне саласы, жүйесі өзі ыдырап жатқан кез екен. Себебі көптеген аудандармен, мәдениет бөлімдермен, аудандағы кино бейне жүйелермен жаңағы үзілген қарым-қатынастың барлығы. Сонда да біздер енді осы мәселеге көбірек назар аударуымыз келді. Себебі кино өндірісін ары қарай келіп жатқан бір бұрынғыдай кинолар жоқ, жоғарыдан келіп жатқан. Дегенмен де өзі мекеменің күнкөрісі, мекеменің өзінің жаңа материалды базасын қамтамасыз ету мақсатында біздер сол жерде біраз жұмыстарды атқардық десек болады. Себебі келген кезде мекеме шындығында да шаршаған, өте тозған, жаңа материалдық базасында іліп еш нәрсе жоқ. Автокөлігінің өзі пәлен жылға болып кеткен бір ғана автокөлігі бар екен, оның өзі де алысқа жарамайды. Осындай жағдайларда біз оны қабылдап алдық. Қандай да болмасын, үлкен іс-шараларды, үлкен жаңағы мәдени іс-шаралар болсын, саяси іс-шаралар болсын, соның бәрінде сіздердің жігіттермен енді бұлай түрін танимын, басқаларын танимын, азаматтарды, басшыларыңызды танимын. Сол кісілер сол жерде жүгіріп жүргеннен бастап сіздер осының бәрін бір мынау жаңағы сіздер өздеріңізге бір архив материалы ретінде толықтай түсіріп алып, соның барлығын жинақтап, күні бүгінге дейін не іздесең сол жақтан сіздер жақтан табылатын жағдайға жеткіздіңіздер. Мен мысалы осы жағын өте қатты құптаймын, себебі тарих болып әр жерде қалып кетті ғой. Бұның көп нәрселерінің барлығы бұрынғы қазір іздесең таппай қалатын жағдайлар болды, мысалы архивтен болсын басқа. Сіздерде бейне материалда, бейне көріністер, жаңа бейне фильмдер барлығы сіздердің өздеріңіздің базаларыңызда, нелеріңізде сақталып отыр. Мен көп азаматтарды білем, сіздерден барып іздеп, тауып, өзінің жаңа керегіне жаратып, түрлі жағдайларға жаратып атқанын, соның барлығынан. Сондықтан сіздер бір үлкен игілікті тірлік жасап жатсыздар. Ал енді мынау 10 жыл дегенде зу өте қалып атқан уақыт, ода былайша айтқанда, орысша айтқанда юбилей дейді ғой енді, мерейлі шара. Сондықтан мерейлі күндеріңіз құтты болсын дейміз. Ұжым ынтымағы жарасқан, Батыкен кезінде жақсы команда қалыптасты. Батырханды мен бұрындары режиссер ретінде, басқа ретінде былай білуші едім. Ол келгеннен кейін өзім бар ынта жігерімен кірісіп, осы көптеген тарихта қалатын кинолар, мультипликациялық фильмдер, басқалар барлығын шығарып, сіздер соның бәрінің бастауында болып, жанашыры болып, соның насихатына, басқасына көп атсалыстыңыздар. Бұл ертеңгі болашақ үшін жасалып жатқан нәрсе ғой. Мысалы біз мәдениетіміз қай уақытта қалыптасады? Біз сол кішкентай балалардан бастап, біздің көрермендеріміз сол жақта жүр ғой. Әуелі үйден мультфильм көреді, ертесіне кейін сәл өскеннен кейін барып қуыршақ театрына барады, Онан кейін барып үлкен театрға болады, сөйтіп
рухани байып, былайша айтқанда өте бір тәрбиелі біздің қоғамымыздың үлкен азаматтары болып қалыптасады ғой. Сондықтан сіздер осындай үлкен тірлік жасап жатсыздар. Әлі күнге дейін көріп отырған Түркістандағы шаралардың барлығы ойлаймын осы тек қана сіздердің түсіріп, сіздердің көрсетіп жатқан клиптеріңіз, басқаларыңыздың бәрін қадағалап отырамыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ынтымақ әрдайым бар жерде, бірлік бар жерде тірлік жүреді дейді ғой. Ынтымақ жарасқан, сондай бір мәдениеттің үлкен бір ошағы болып, абыройлы сондай қызмет жасай беріңіз деген тілек айтамын. Кино жанашырларының сүйікті мекеніне айналған Құтты шаңырақ 2011 жылы 4 қазандағы Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің номері 230 қаулысы негізінде Оңтүстік Қазақстан облысының мәдениет басқармасының Оңтүстік фильм коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып қайта құрылады. Әрине, бұл кезеңде оңайға соқпады. Қайта құру және кездескен қиындық туралы белгілі режиссер 10 жылдан аса мекемені басқарған Батырхан Дәуренбековтің өз аузында. Мекеме кәдімгідей оңтүстік фильм мекемесіне айналғаннан кейін ол жер мәдениет саласына жұмыс істеуге басталды. Мәдениет саласындағы өтіп атқан түрлі іс-шараларды таспаға түсіріп, оларды архивке сақтау, концерттер өткен кезде LED экранда сюжеттермен көрсету, соның бәрі осы оңтүстік фильм мекемесінің қызметі болып табылады. Мен өзім 2007 жылы сол жерге басшы болып бардым. Сөйтіп ол жерде 12 жылдай қызмет атқардым. Әрине біз барған кезде сол құлдырау кезеңі еді. Ол жердегі бүкіл мекеменің жұмысы тоқтап қалған болатын. Кәдімгі егін орып келе жатқан комбайндар тоқтап қалады ғой. Дәл сөйтіп тоқтап қалған кезде барып сол жерде жайлап көтердік. Ең біріншіден біз архивтен бастадық. Архивтегі сол жерде жиналған 6000-нан аса архивтерді өзіміз қолдан таспаға түсіріп сақтауды бастадық. Дисктерге көшіріп сондайды бастадық. Және де мынау бүкіл облыста болып атқан, қалада болып атқан жаңалықтарды, құрылыс болсын, ол мәдениет саласы болсын, ауыл шаруашылық болсын, солардың бәрінде біз архив ретінде сақтап отырдық. Бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Телевидениенің жұмысы бөлек, ол архивті сақтау деген. Оңтүстік фильм мекемесінің жұмысы ол бөлек. Өйткені телевидение өзіне түсірген кезде, барлық болып атқан нәрселерді түсірген кезде, олар өзіне керекті нәрселерін ғана алады. Ал оңтүстік фильм, сол мысалға бір жерде мәдени іс-шара өтіп жатса, толықтай түсіріп, кәдімгідей таспалап сақтап отырады. Бұл бізге тарихымызға керек, әрине. Пәлен жылдан кейін сол жылдары не болғанын біз көре аламыз. Өйткені бұрында советтік дәуірде біздің Шымкент туралы фильм өте аз болған. Мынау Дендропаркіміз, Асанбай Асқаров ағамыздың жұмыстары өте аз. Өйткені ол кезде түсірілім тек қана Мәскеудің рұқсатымен болып отырған. Кейінгі кезде біз осы жұмыстарды, олқылықтардың бәрін толтырып, тарихқа таспалап отырдық. Жыл сайын болып атқан өзгерістерді, қаланың сәулеті қалай өзгеріп жатыр, экономикасы қалай өзгеріп жатыр, жан-жақта нелер егіліп жатыр, солардың бәрін біз таспалап алып, тарих бетіне қаттап, жинап отырдық. Ең негізгі біздің мақсатымыз да, істеген жұмыстарымыздың қызметі де осы болды. Кейіннен кино болғандықтан біздің оңтүстікте киноның дамуына үлес қостық. Кішігірім басында өзіміз қаржысыз фильмдер түсіре бастадық. Қаражат бөлінгеннен бастап қысқа метражды фильмдер, оның үстіне осы біздің оңтүстік өлкемізде дамып келе жатқан киностудиялармен бірігіп отырып, анимациялық мультфильмдер жасадық, бірігіп отырып, жаңағы кинолар түсіре бастадық. Түрлі әкімдер бізге түрлі қолдаулар көрсетті. Облыс әкімі Түймебаевтың кезінде Төле би фильмін түсірдік. Ол фильмді көрермен өте жақсы қабылдады. Содан соң Ерлан Айтахановтың кезінде біз жақсы қолдау болып, сол кезде де солай өнерді бағалайтын, киноны бағалайтын әкімдердің қолдауымен біз біраз дүниелерді өмірге алып келдік деп ойлаймын. Ол дүниелердің бәрі өз көрермендерін тапты. Біз тәрбиелік мәні бар, қысқа метражды фильмдер мен балаларға арналған мультфильмдерді дамытып түсіріп отырдық. Бұдан соң мекеменің жұмысы жандана түсті. Неге десеңіз, елдің сүйікті фильмдері осы кезеңде жарық көрді.
Енді мекеменің өз фильмдері бар. Әсіресе облыс әкімдігінің қолдауымен елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында түсірілген туындылар көрерменге жол тартып, қызығушылығын арттырды. Атап айтсақ, 2017 жылы Күш атасы Қажымұқан, Киелі Қазғұрт, Отырарды қорғау анимациялық фильмдері және Көне жетігеннің сыры телехикаясы, Ұлы жібек жолы бойындағы көне қалалар деректі фильмі, 2018 жылы Ордабасы, Бірліктің туы, Оқсыз оқиғасы, Түркістан анимациялық фильмі мен Төле би кинохикаясы түсірілді. Ал 2020 жылы Түркістан құпиялары сюжетті деректі фильмі көрерменге жол тартса, 2021 жылы әйгілі балуан Қажымұқан Мұңайтпасовтың 150 жылдығына орай Қазғұрт фильм киностудиясымен бірлесіп, Алып күш иесі Қажымұқан деректі фильмі түсірілді. Тек кино бағыты ғана емес, сонымен қатар түрлі мәдени шаралардың ұйымдастыру жұмыстарына атсалысып, әрбірін таспалап жүрді. Мекеме міндетінің бірі де негізінен облыстық мәдениет басқармасының іс-шаралар жоспарына сәйкес облысымыз өткізіп жатқан барлық мәдени көпшілік іс-шараларына деректі фильмдер, бейне фильмдер, хабарлама жарнамалық бейне роликтер, әндерге арналған бейне сюжеттер дайындау және іс-шараларды өту барысын бейне таспаға, суретке түсіріп, бейне қорда сақтау. Бұдан бөлек, бастапқы жылдан бергі кинолентадағы материалдар күні бүгінге дейін сақтаулы. Бұл туралы мәдениет саласының майталманы Күлия Айдарбекова былай дейді. Жалпы мына республикада бірде-бір шара оңтүстіктің бишілері, әншілері біздің видеороликтарсыз өтпеген. Тіпті қандай бір үлкен халықаралық деңгейдегі шаралардың өзінде оңтүстік фильмнің сурет фотолары, видеороликтарынан үзінділер алынып көрсетіліп жатты. Ол олимпиадада көрсетіліп жатты, ол жаңа экспоның кезінде де көрсетіліп жатты. Жалпы тарихта, егемен Қазақстанның тарихында оңтүстік фильмнің өзінің қолтаңбасы қалды деп мен айта аламын. Мынау түсірілген Томпақ фильмінің бір үзіндісі мына Отырар кітапханасына байланысты тарихы. Ол Төле бабамыздың 350 жылдығы өтіп жатқан кезде Төле би ауданында үлкен массовка болды сол ауылдың тұрғындарынан. Сол кезде біздің мына фильмді түсіріп алу үшін кейіпкерлерді сол ортаға қосып, сол фильмді түсіріп алған жағдай болды. Жалпы оңтүстік фильмге еш уақытта үлкен қаржы бөлінбеген, бірақ бұл мекеме сырапқа еш уақытта қаржыны бос жұмсамаған, әрбір тиынын еселеп қайтарған мекеме деп айта аламын. Себебі жаңағыдай тиімді пайдаланып, қаншама видеороликтар жасалынды, қаншама фотолар түсірілді. Оңтүстік фильмді құрған кезде де сол балаларға арналған қазақ фильмге сондай қазақ фильм сияқты, бірақ балаларға арналған киностудия болады деген бір түбінде сондай арман болған. Сол арман орындалса деп тілеймін. Ұжым мықты, ең басты шығармашыл ұжым, ойланатын ұжым, өздерінің бар уақытта көзқарасы бар, почергі бар, қолтаңбасы бар ұжым. Сондықтан шығармашылық табыс тілеймін, шабыт тілеймін. Еңбектері бағаланса, егер мүмкіндік болып жатса, қазір енді біраз осы мекеме арқылы мәдениетке, осы біздің өлкенің өңіріне еңбек сіңірген қызметкерлердің еңбектері бағаланып, мемлекеттік наградаға ілінсе деп тілеймін. 50 жылда ел жаңа дегендей өзгеріссіз болмайды. 2018 жылы оңтүстік Қазақстан облыс орталығы елбасы жарлығымен Шымкенттен Түркістан қаласына ауысты. Сол сәтте көптеген мекемелер осында көшіп келді. Ұлы көшпен бірге жұмыс орнына ауысқан оңтүстік фильм де бар еді. Өз отбасынан шырақтап, қаншама қызметкер сүйікті жұмысы үшін жаңа облыс орталығына қоныс аударды. Бастапқыда таңырқай қарағанымен облыстың дамуы үшін нақты шешімдер қабылдағандар жоқ емес. Орын алған түсінбеушіліктер мен кездескен кедергілерге қарамастан, бүгінде Түркістанның тұрақты тұрғындарына
айналып үлгерген. Өздеріңіз білесіздер, 2018 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы болып қайта құрылды. Сол жылдары облысқа қарасты бүкіл басқармалар, департаменттер Түркістан қаласына қоныс аударды. Осында келіп өз жұмыстарын, қызметтерін бастаған болатын. Ал оңтүстік фильм мекемесі 2019 жылдың қаңтар айынан бастап осында біз өзіміздің сүйікті ісімізді тастамай облысымызда кино саласын, мәдениет саласын дамыту мақсатында бүкіл қызметкерлер болып осында қоныс аударып келіп өз қызметімізді, жұмысымызды ары қарай жалғастырған болатынбыз. Бұл Түркістан енді киелі мекен, түркі әлемінің рухани астанасы. Бұнда келгелі біз ешқандай өкінген емеспіз. Өйткені өзіміздің сүйікті қызметімізді жалғастырдық. Оның үстіне осындай киелі Түркістан қаласында жұмыс істеу біз үшін өте мәртебе болды. Қазіргі таңда да осы облыстық мәдениет басқармасының тапсырмасына сәйкес, өзіміздің оңтүстік фильм мекемесінің жоспарына сәйкес өз қызметімізді атқарып келе жатырмыз. 2018-19 жылдары Сақ киностудиясымен түсірген Төле би туралы 10 сериалы, телесериалдың тұсауы кесіліп, қазіргі таңда бүкіл Қазақстан республикалық телеарналарда және жергілікті телеарналарда көрсетіліп келе жатыр. Одан кейін 2020 жылы Түркістан құпиялары деген деректі сюжетті фильміміз жарыққа шықты. Мұнда да осы Түркістанның құпиялары, ондағы Ахмет Яссауи кесенесіндегі әрбір кірпіштің, әрбір құнды жәдігерлердің тарихы туралы айтылатын деректі фильм болды. Ол фильмді де біз осында келіп 20 жылы көпшілікке ұсындық. Тұсаукесер рәсімін өткіздік фильмнің. Одан да бөлек қазір Түркістанда түсірілген көркем және анимациялық фильмдерді біз әлі де насихаттап келе жатырмыз. Алдағы уақытта да насихаттай береміз. Облысымыздың мәдениеті мен кино саласын дамытуда алдағы уақытта үлкен жұмыстар атқаратын боламыз. Тамыры тым әріден басталғанымен, оңтүстік фильм болғанына былтыр 10 жыл толған еді. Алғашқы 10 жылдықта айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп үлгерді. Білікті басшылар мен ұйымшыл ұжымның арқасында облыстың мәдениет саласының дамуына ерекше үлес қосқаны үшін 2013 жылы ең үздік мәдениет мекемесі атағын иеленді. Өнер мекемесі, оңтүстік фильм мекемесі, директоры Дәуренбек Батырхан Қалдарбекұлы. Ауыл өмірі мен ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрді насихаттайтын Ауыл академиясы, жастарға арналған үндістандық күйеу жігіт, жаңғырық фильмдері және толағай анимациялық фильмін 2013 жылы 8 бейнефильм, 10 жарнамалық бейнероликтер, 65 бейне сюжеттер түсірді. Қоржынында ерлік, өтелмес борыш, жаңғырық, ер есімі ел есінде қысқаметражды фильмдері қордың негізгі байлығы болып саналады. Бұдан бөлек Сақ киностудиясының балаларға арналған Томпақ көркем сериалы бүгінде бүлдіршіндердің сүйікті киносына айналса, Қошқар мен Теке анимациялық фильмі жас көрерменнің қызығушылығын арттырды. Мекеме қоржынындағы туындылар халықаралық байқауларға қатысып, облысымыздың ғана емес, еліміздің абыройын өсіруде. Ел мәдениеті, соның ішінде қазақ кино өнері дами берсін, өміршең туындылар көп болсын.